Сәлеметсіңдер ме, менің құрметті 7-ші сынып оқушыларым. Бүгін алгебралық өрнектерді қосу және азайту тақырыбына есептер шығару жолын көрсететін боламын. Мен бұрын В және С деңгейдегі есептерді көп шығарып, А деңгейге тоқтамайтынмын, бірақ бұл тақырып ерекше күрделі, сондықтан бүгінгі сабағымды тек қана А деңгейдегі есептерден іріктеп шығару жолдарын көрсететін боламын. Келесі сабақтарда В және С деңгей. Алгебралық бөлшектерді қосқан кезде және азайтқан кезде бірінші жағдай бөлімдері бірдей болып келетін бөлшектер кездеседі. Мінекей екеуінің бөлімі бірдей, онда біз ешқандай қиыншылық жоқ. Бірдей бөлім болса, сол бөлшектің бөлімін жазып қоямыз да, алымдарындағы өрнектерді бір-біріне қосамыз. Сол кезде тең 15-ке 13 қосамыз, коэффициенттері 18 болады. 18v квадрат бөлінген 3а тең 18 бен 3-ті қысқартамыз. 3-ке 6-дан келеді, 3-ке 1. Сол кезде бізде 6v квадрат бөлінген а. Мінекей біздегі бірінші амал осылай орындалады. Келесі қарастыратын есебіміз 39-да 3-ші есеп. Бұл да бөлшектің бөлімдері бірдей, бірақ қосудың орнында бізде азайту жүреді. Бұл жерде қандай ерекшеліктерге назар аударуымыз керек, қараймыз. Мұнда да бірінші жағдайдағыдай бөлімдері бірдей болғандықтан 3p квадрат өзі жазылады. Бірінші бөлшектің алымында не бар, соны көшіреміз. 12p минус 1. Енді мынаған назар аударамыз, балалар. Бөлшектің алымында қосу немесе азайту түріндегі өрнек болатын болса, онда бөлшек сызығының алдында минус таңба тұрған кезде бөлшектің алымдағы сандардың таңбасы қарама-қарсыға өзгереді. Қазір мен бір рет жазу жолын көрсетем, бұдан кейін бірден жазып кете береміз. Яғни минусты қоямыз да, минус жазып, жақшаның ішіне 1 плюс 3p-ны жазамыз. Тең, мұндағы не өзгереді, қазір жазып отырамыз. 3p квадрат, 12p минус 1 жазып отырамыз. Өзін жазып қойдық. 12p минус 1. Енді жақшаны ашқан кезде минус 1, минус 3p болады. Ал бұдан кейін біз минус 1, минус 3p деп бірден жазып отыратын боламыз. 12p-дан 3p-ны аламыз, бізде 9p қалады. Минус 1 мен минус 1, минус 2 бөлімінде 3p квадрат. Мінекей біздегі өрнектің шыққан мәні осындай болды. Келесі есеп 39-да 4-ші есеп. Азайту және қосу араласып келген, мұнда да бөлімдері бірдей бөлшек. Сондықтан біз бөлшек сызығын үлкенірек қылып салып аламыз. 12y бөлімі болады. Бірінші бөлшекте ешқандай өзгеріс жоқ, өзін жазып аламыз. 7y минус 5. Жаңағы ереже бойынша екінші бөлшектің алдында бізде минус таңба тұр. Сондықтан мына минус жоқ кезде 10y-дің таңбасы плюс 19-ның таңбасы минус болып тұр ғой. Енді екеуін қарама-қарсыға өзгертеміз. Бөлшектің алдында минус болғандықтан. Минус 10y плюс 19. Ал бөлшектің алдындағы таңба плюс болса, алымдағы өрнектер өзгермейді. Сол қалпында жаза береміз. Ұқсас мүшелерді енді біріктіреміз. Y болғандардың барлығын жинайық. 7y пен минус 10y-тан минус 3y қалады. Минус 3y пен минус 15y болады минус 18y. Сандарды қараймыз. Минус 5 бар, 19 бар, 10. 19 бен 10-ның таңбасы плюс қой, 29 болады. Плюс 29-дан 5-ті аламыз, 24 қалады. Плюс 24. Бөлімінде 12y. Әрі қарай мына жерге енді теңдік қояйық. 12y. 24 пен 18-ден ортақ көбейткі жақшаның сыртына шығарайық. Бізде не шығады? 6 шығады. 6-ның жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда бізде қалады минус 3y плюс 4 тең. Мына жерге жалғастырайын. 6 мен 12-ні қысқартамыз. 1, 12-ге 2. Не қалды сонда бізде? Минус 3y плюс 4. Бөлімінде 2y. Тең. Реттілікпен таңбаның, оң таңбаны бірінші жазып, 4 минус 3y бөлімінде 2y деп өрнекті мына түрде жазуға болады.
Келесі қарастыратын есебіміз бөлімдері әртүрлі болып келген жағдайда. Қазір орындаймыз. Алдыменен 18В, 45В. 18 бен 45-ге ортақ бөлім бізде не болады? 90. Екеуінде де әріптері бірдей В, 90В. Ортақ бөлімге келтіргеннен кейін толықтауыш көбейткіштерін жазамыз. 90-ды 45-ге бөлсек 2-ден, 90-ды 18-ге бөлсек 5-тен. Ал В екеуінде де бар, сондықтан В-дан бермейміз. 5 пен 5-ті көбейтсек 25А минус 2 жеті 14А. Тең 25Адан 14Аны алып тастаймыз. Қанша қалады бізде? 11А қалады. Бөлімінде 90В. Мінекей өрнекті ықшамдап азайту амалын орындадық. Келесі, мына есепке қарап отырсақ, екеуінің сандары бірдей, бөлімдері 2А минус В, В минус 2А. Егер қосу болса, олардың орындары ауысқанмен қосынды өзгермейді. Осыны ортақ көбейткішке алуға болатын еді. Минус таңбасында олай ала алмаймыз. Сондықтан біз қандай ережені пайдаланамыз? Бірінші өрнекке тиіспей өз күйінше жазып аламыз. 2А минус 3В бөлімінде 2А минус В-ны жазып қоямыз да. Мына В мен В минус 2Адағы екеуінің орындарын ауыстырамыз. Ол ауыстыру үшін бөлшектің алдындағы таңбаны өзгерту керек. Плюс таңба болса минусқа, минус таңба болса плюсқа. Содан кейін әрі қарай жалғастырамыз. Енді орындарын ауыстырып жазамыз. 2А минус В бөлімінде 7А минус В. Әрі қарай. Енді бөлімдері бірдей бөлшекке келді бізде. 2А минус В. Екеуіне де бірден келеді ғой. Бірінші бөлшек өзгейінше 2А минус 3В. Жаңа есепте түсіндіріп өттім. Минус таңбасы тұрғандықтан бөлшек алдындағы екеуінің де таңбасы ауысады. Минус 7А плюс В. Әрі қарай ұқсас мүшелерін біріктіреміз. 2А минус 7Адан бізде қалады минус 5А минус 3В плюс В минус 2В қалады. Бөлімінде 2А минус В. Әрі қарай мына есепті жақсырақ жазу үшін мына минус таңбасын бөлшек сызығының алдына салып 5А плюс 2В деп жазуға болады. Бөлімінде 2А минус В. Мінекей есептер осы тұрғыда шығарылады. Келесі есеп 19-да 15-ші есеп. 6-шысын көрсетейін. Мына жерде көріп отырмыз, бір бөлшек, қалғандары бүтін өрнек түрінде келіп тұр. Ортақ бөлімі А болады. Екеуіне де енді Адан келеді. Өйткені бұлардың бөлімдерінде бір бар деп есептейміз. 2А квадрат плюс 3АВ минус өзгереді таңба 3А квадрат плюс В квадрат. Енді ұқсас мүшелерін біріктіреміз. 2А квадрат минус 3А квадрат болады минус А квадрат. Мына өрнек бірікпейді, өзгейінше қалады плюс 3АВ плюс В квадрат. Бөлімінде А. Мінекей біздегі өрнегіміз осы тұрғыда қалдыруға болады. Немесе мына 3АВ-ны бірінші жазып, яғни плюс таңбаны минус А квадрат плюс В квадрат деп орындарын бұлай ықшамдап жазуға болады. Келесі есеп 39-да 19-ші есепте x-тің мәні 2-ке, y-тің мәні минус 3-ке тең дейді. Мына берілген өрнекті ықшамдап, содан кейін барып мән қойыңдар дейді. Ал бірден де қоюға болады бізге, бірақ біз тақырыпты меңгеруіміз керек, өрнекті ықшамдау керек. Ол үшін біз былай жасаймыз. Бірінші бөлшектің алымына тиіспей, ортақ көбейткішке y-ті шығарып жібереміз жақшаның сыртына. Сонда y минус x болады. Екінші жақшада бөлшектен де y бар, бізде x шығарып жібереміз, екеуінде де x бар. Y минус x болады. Алымында 2 тең. Әрі қарай ортақ көбейткішке келтіреміз. Ортақ көбейткіш екеуінде де жақшаның іші бірдей, онда тек мына тұрғыда алады екенбіз. X, y және жақшаның ішіндегі y минус x тең. Енді осы тұрғыда тең, мынау біздің бөлшегімізді ортақ бөлімге келтірдік қой. Бірінші бөлшекке неден келді? Бірінші бөлшекке x-тан келіп тұр, екінші бөлшекке y-тан келіп тұр. Сонда 2x минус 2y деген өрнек болды. Біз ықшамдап болдық өрнектерді. Қазір берілген
Өрнектегі x-тің және y-тің мәнін қояйық. X-тің орнына 2 қоямыз. 2 көбейтілген 2 минус 2 көбейтілген минус 3 бөлімінде 2 көбейтілген минус 3, y-тің орнына минус 3 қоямыз. Минус 3 минус 2 тең. Алымда неше шығады бізде? 4 плюс 2 үшін 6. Минус пен плюс болып кетеді. Бөлімде не шығады бізде? 2 мен минус 3-ті көбейтеміз. Минус 6. Минус 6-ны көбейтеміз. Жақшаның ішінен минус 5 шығады. Тең. Алымында бізде 10 шығып тұр. Бөлімінде 30. Енді плюстан болып кетеді. Көріп отырмыз, қысқартамыз. 3-тен 1. Мінекей, мынау берілген есептің жауабы. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта осы алгебралық бөлшектерді қосу мен азайтуға арналған В және С деңгейдегі күрделірек есептерді қарастырып шығару жолын көрсететін боламын. Ал осы бүгінгі сабақтарымыз ұнаса, пікірлеріңді қалдырыңдар. Және балалар, мына сабақ бізде ұлттық бірыңғай тестте келетін есептердің 2 немесе 3 болуы мүмкін. Сондықтан мына сабақтарды міндетті түрде достарыңмен бөлісіңдер. Қазір бізде Рамазан айы, жақсылықты бірге бөлісейік. Басқа да оқушыларға беріңіздер, олар да үйренсін, есептерді шығару жолын меңгерсін. Келесі сабақта кездескенше.